Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тілі сабағы. Бүгінгі біздің тақырып бұл қандай гүл? Сабақтың мақсаты: тыңдаған материалдың мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беру және оған сәйкес сипаттау. Өз сөзінде ақпаратты сұрау, іс-әрекетке түсініктеме беру үшін сөздер мен сөз тіркестерін қолдану. Мәтіннің мазмұны немесе иллюстрация, постер бойынша қарапайым сұрақтар құрастыру және оған толық жауап беру. Балалар, осы мақсаттарға жету үшін біз қазір жаңа сөздермен танысамыз. Жаңа сөздер. Дәптерлеріңді ашып, жаңа сөздерді жазып аламыз және менімен бірге қайталаймыз. Қызғалдақ, тюльпан. Бәйшешек, подснежник. Раушан, роза. Маған, мне. Саған, тебе. Ұнайды, нравится. Ұнайма? Нравится ли? Қайталаймыз. Қызғалдақ, раушан, бәйшешек, маған, саған, ұнайды, ұнайма? Жақсы, балалар, сөздерді дәптерге жазып алыңдар. Енді балалар, мына суреттерге қарап, кішкене ой қозғайық. Суретте не көріп тұрсыңдар? Дұрыс, балалар, бұл гүл дүкені. Мына жерде Әнел мен Әлібек және Саша үшеуі гүл дүкеніне келді. Ал онда қандай гүлдер бар? Какие тут цветы есть, ребята? Дұрыс. Қызғалдақ, бәйшешек, раушан гүлдері бар екен. Енді тыңда, қайтала, оқы. Послушай, повтори, прочитай. Әлібек, саған қандай гүл ұнайды? Маған раушан гүлі ұнайды. Әнел, саған қандай гүл ұнайды? Маған қызғалдақ гүлі ұнайды. Саша, саған қандай гүл ұнайды? Маған бәйшешек гүлі ұнайды. Прочитаем, ребята, самостоятельно 2-3 раза. Енді мына сұраққа жауап берейік. Бұл қандай гүл? Какой это цветок? Дұрыс, бұл раушан гүлі. Ал мынау қандай гүл? Дұрыс, бұл қызғалдақ гүлі. Бұл қандай гүл? Дұрыс, бұл бәйшешек. Балалар, енді ойын ойнайық. Бұл не? Саған не ұнайды? Суретке қарап, жарты сыңарын тауып айт. Что это, ребята? Разные картинки, да? А половина видно, а половина не видно. Давайте поиграем. Вы найдете вторую половину. Каким образом? Называете
полностью слова. Мысалы, топ. Қоян. Бәйшешек. Раушан. Шар. Қызғалдақ. Аю. Жарайсыңдар, балалар. Балалар, ауызша сұрақтарға жауап береміз. Отвечаем устно на вопросы. Әлібекке қандай гүл ұнайды? Әнелге қандай гүл ұнайды? Сашаға қандай гүл ұнайды? Ал саған қандай гүл ұнайды? Тапсырма. Суреттің орнына қажетті сөзді қойып, сөйлем құра. Вместо рисунков ставь нужные слова и составляй предложение. Ребята, это задание делаем устно. Давайте поиграем. Гүл сөзінен басталатын қыздардың аттарын ата. Назови имена девочек, которые начинаются на слово «гуль». Можешь поиграть дома с мамой, с папой или с сестренкой. Например, ты назовешь одно имя, а другой человек назовет второе имя. Таким образом. Так, Гульдана, Гүлмира. Ойынды жалғастыр. Саған тапсырма, жазбаша. Тебе задание, письменно. Көп нүктенің орнына тиісті әріпті қойып жаз. Вместо многоточек ставь нужные буквы. У тебя должно получиться 6 слов. Сабақ аяқталды, балалар. Сау болыңдар.